Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан пирогты жасаймыз. Яғни шығыс пирог деп атап жүр қазіргі кезде. Оңай жасалуы да бар болғаны, бірақ жұмыртқа қажет болады. Мінекей осы заттар керек. Ең алдымен май, мына осындай курағалар керек, қатқан жемістер, мейіз, және де осындай майды салып, үстіне шекер қосып, екеуін жұмыртқа қосып жақсылап қолмен мыжып езіп аламыз. Өйткені шекер араласып маймен, жұмыртқамен араласып еру керек біраз. Міне видеода бәрі толық көрсетіп тұр. Одан кейін жаңа ұнға қобызытқыш қосып араластырамыз тағы да. Мінекей осындай жұп-жұмсақ әдемі қамыр шықты, сап-сары. Осылай табаға орналастырамыз. Шет-шетін бәріне негізінен гүлді таба болғанда әдемі болар еді. Гүлді таба болмаса да осылай жасауға болады. Мен табамның размері 22 сантиметр. Мінекей курағалардың бәрін қойып жатырмыз. Осылай реттестіріп қойып, үстінен қоюланған сүтті құямыз. Ләж болса, сүттің қою түрін алған жақсы екен. Сонда тез сіңіп, қоюланып, пирогтың әдемі шығуына ықпал етеді. Менде қою сүт аз қалғандықтан вареный сгущенкада қосып жібердім. Қоңырлау болды шоколад есебінде. Мінекей, онда да әдемі шықты. Осындай шаймен ішкенге өте жеңіл, дәмі тәтті, арасындағы мейіздердің бәрі адамға өте пайдалы. Сондай керемет пирог. Шығыс пирогы деп атап жүр қазіргі таңда. Жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен шыққан жаңа видеоларды көріп отырасыз. Каналым Ақмарал Исахова YouTube каналым. Лайк басып, пікір білдіре кетіңіз. Мінекей кескен кезде өте нәзік, сондай. Арасы деген толы жеміс жидектер, пайдалы жеміс жидектер, грек жаңғағы бар ішінде. Мінекей. Ас болсын, жасап көріңіз. Пікір қалдырыңыз. Тіркеліп алыңыз. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова.